Сәлем достар. Торпақтар. Торпақ жұлдыз белгісі наурыз айы қандай болады екен? Жалпы наурыз айының энергиясы. Торпақтар, бұл дегеніңіз бір өмірлік бір этапыңыз аяқталып, жаңа этап басталады. Бұрынғы бір санадағы қалыптасқан ойлар, бәрі өзгеруі мүмкін. Мысалы үшін күлме досқа келер басқа деген бір ситуациялар болады ғой, кезінде бір күліп, жоқ, мен ешқашан ондай дүниені істемеймін деген сияқты, сондай бір трансформациялық, сондай бір өмірлік сабақ ситуациялар алуы мүмкін. То есть бір есік жабылмай, екінші есік ашылмайды. Ұқтыңыздар ғой, бір сабақ алу. Ары қарай кеттік. Қандай конфликттер, бір негативті ситуация орын алуы мүмкін, және де шешімі қандай болуы мүмкін. Сомнение. Осы көп дүниені құртатын бұл сомнение ғой, Кейбір көп ситуацияларда біз неге сомнение ұстаймыз? Өйткені шындықты көргіміз келмейді, мойындағымыз келмейді. Кейбір ситуацияларда қолымыз байланып тұрады, немесе ситуацияны қабылдағымыз келмейді. В общем, бір ситуация болуы мүмкін наурыз айында, бірақ сіздің ол ситуацияның шешімі бұл жауапкершілікті алып, мойындау, ситуацияны шешу. Сомнение ұстамаңыз. Сомнение деген дүние негізі, адамды өте көп алдыға жылжуын бөгеттейді. Тормозит процесс дейді ғой, сомнение. Ары кеттік. Жалпы әрекеттер. Қандай әрекеттер, ситуациялар орын алады екен торпақтар? Күшті энергия, әрекеттер, жаңа бастамаға ұмтылу, жаңа бастама бастау, жаңа көзқараспен жұмысқа кірісу, жаңа идеяның туындауы, содан кейін бір жаңадай жақсы ресурспен, қуатпен әрекет жасау. Бір ситуацияның шешімін табу, нық басу, ұмтылу десе болады. Ары кеттік. Ақша, финансы торпақтар. Ақша, финансы. Ақшаға жауапкершілікпен қарайсыз. Тек қана пайда ғана емес, сонымен қоса адамдарға тағы да бір сауап, көмек көрсетуді ұмытпау керек. Өзіңіз жауапкершілік шекарасындағы дүниелердің бәрін өтейсіз. То есть табысыңыз осы айда сондай қомағайлы көп болмаса да, бірақ өз қажеттіліктеріңізге, өз міндеттеріңізге жететіндей болады. Және де біреуге бір көмек көрсетуіңіз әбден мүмкін. Ары қарай кеттік. Көңіл-күй, эмоция. Көңіл-күй, эмоция. Торпақтар, наурыз айында кішкене соблазн дейміз ғой. Нәпсі дейді.